облыстан қаншама департаменттер қатысып? Белсенділер бар Кіріңдер, гүлім. Сәлеметсіз бе? Сен сұрақты көп қояды. Маған көп сөйлей берме деп айтып әйтпесе кетіп қаламын дейді. Қой деп отырмасаң болмайды. Шыдай алмай кетеді. Bir kişi özgürde getirdim. Кандидат өндірмей қой берді, е? Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 73 бабының 11 тармағына және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің облыстар, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар жергілікті атқарушы органның өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен Ғизат Ғизатұлы, Марқұл ауылдық округінің әкімі, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде осы жиналысқа төрағалық етемін. Жиналыстың күн тәртібі оңтүстік Алтай алаңы бойынша барлау жоспары жобасы аясында қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу, рұқсат етілген шығындылар нормативі қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғат қорғау жоспары. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлап, қоғамдық тыңдаулардың регламентін бекіту қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Хасенова Еркежан Бейсенбекова сайлауды ұсынамын. Қолдайтындар? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Қарсы қалышы жоқ, бір ауыздан қолдаңдар. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы болып Хасенова Еркежан Бейсенбекова сайланды. Жиналыс хатшысының функциялары орындалу бастауын сұраймын. Мен қоғамдық тыңдаулардың келесі регламентін ұсынамын. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу, қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, баяндамашы РУД проекті жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологы Назерке Ержанқызы жалпы уақыт 20 минутқа дейін. Баяндаманы талқылау, қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау, қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптарды жалпы уақыт 30 минутқа дейін. Сөйлеу, сұрақ қойып, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп, өзіңізді таныстыруыңыз керек. Bir сұрақ қоюға, ескерту немесе ұсыныс жасауға бөлінген уақыт 5 минутқа дейін. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар жиналыстың күн тәртібіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы тиіс. Сұрақтарға жауапқа 5 минутқа дейін. Бастамашы сөз сөйлеушіге 5 минутқа дейін. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 15 минутқа дейін. Қатысушылардың сұрақтары мен ескертулер мен ұсыныстарының сөз сөйлеу ережесі. Бірінші, әрбір қатысушы кезек тәртібімен жоба бойынша сұрақ қоюға, ескертулер мен ұсыныс айтуға құқылы. Кім бірінші болып қол көтерсе, сол сұрақ қойды немесе ескерту ұсыныс білдіреді. Екінші, егер қатысушы сұрақ немесе бірнеше сұрақ қойса, не жоба бойынша ескерту ұсыныс білдірсе, ол келесі сұрақты немесе ескерту мен ұсынысы тек басқа барлық қатысушылардың өз сұрақтарын қойып, ескертулерінің ұсыныстарын айтып болғаннан кейін ғана қояды. Үшінші, қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 8 тармағына сәйкес нақты тұжырымдалмаған ескертулер мен ұсыныстардан мәнін ашпайтын немесе қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына айқын қатысушы ескерту ұсыныстар есепке алынбайды. Мен регламентте бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қолдайсыздар ма? Қалышы жоқ. Қараңғы түсіп Сонымен құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, ұйымдастыру сұрақтары ақсақалы оңтүстік Алтай алаңы бойынша барлау жоспары жобасы аясында қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу, рұқсат етілген шығындар нормативі қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын қарау бойынша қоғамдық тыңдауға жиналдық. Сөз РУД проекті жауапкершілігі серіктестігінің экологы Назерке Ержанқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жиналыс. Экологиялық кодекстің 122 бабына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу өтінішке эмиссиялар нормативтер жобасы,
қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары қоса берілуге тиіс. Баяндаманың мазмұны қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының осы бірінші тармағының екінші тармақшасының талаптарына сәйкес келеді. Сіздердің назарларыңызға қоғамдық тыңдауларға ұсынылған жобалардың қысқаша мазмұнын ұсынамын. Атмосфераға ластаушы заттарды рұқсат етілген шығарындылардың эмиссиялары нормативтер жобасы. Санком Инвест 2019 жылғы 11 желтоқсанда берілген Санком Инвест жеке шаруашылық серіктестігі 2019 жылы 11 желтоқсанда берілген 447 ЕЛ қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияға ие. Лицензия ұзарту мерзімі 2025 жылғы 10 желтоқсаннан 2030 жылғы 11 желтоқсанға дейін. Жоспарланып отырған қызметті іске асыру мерзімі 2026 жылғы 1 тоқсан, аяқталу мерзімі 2030 жылғы 4 тоқсан. Әкімшілік аумақтық тұрғыдан оңтүстік Алтай алаңы барлау учаскесі Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданында, облыс орталығы Өскемен қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 500 км қашықтықта және ең жақын елді мекен Қайнарлы ауылынан солтүстік-батысқа қарай 9 км қашықтықта орналасқан. Презентацияда оңтүстік Алтай алаңы учаскесінің орналасқан ауданының жағдайлық картасы көрсетілген. Учаскенің ауданы 13,7 км текше, оңтүстік Алтай алаңы учаскесінің лицензиялық аумағының бұрыштық нүктелерінің координаталары бірінші кестеде көрсетілген. Қабылданған жобалық шешімдер оңтүстік Алтай алаңы учаскесіндегі барлау жоспарын іске асыру шеңберінде лицензиялық аумақ шегіндегі перспективалы учаскелердің ресурстық әлеуетін анықтауға бағытталған геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу көзделеді. Жобада лицензиялық аумақтың және бөлінген перспективалы учаскелердің геологиялық құрылымын зерттеу, кен жоғарыларының орналасу ерекшеліктерін, сондай-ақ негізгі кенденуді бақылаушы факторларды анықтау қарастырылған. Жұмыстар Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексінің талаптарына сәйкес орындалатын болады. Далалық база жұмыс учаскесінің шегінде орналастырылады. Далалық лагерден жұмыс учаскелеріне дейінгі қашықтық орта есеппен 1 км құрайды. Далалық жұмыстар вахталық әдіспен тәулік бойы демалыс күндерінсіз жүргізілетін болады. Далалық лагерді орналастыру кезінде топырақ жамылғысы, жер бедері және өсімдік жамылғысы бұзылмайды. Жобаланатын жұмыстар жер үсті және жер асты суларына теріс әсер етпейді. Оларға жанар-жағармай материалдары мен шаруашылық тұрмыстық ағындылардың түсуін болдырмайды. Жұмыс құрамы мен көлеміне байланысты лагерде орта есеппен 22 адам болады. Artık bilmesin zaten. Жұмыстар негізінен маусымдық сипатта вахталық еңбек әдісін қолдану арқылы жүргізіледі. Далалық жұмыстарға шығуы тиіс бұйрықпен рәсімделінеді. Далалық маусымның ұзақтығы 12 айды құрайды. Вахта ұзақтылығы 15 күн, вахта аралық демалыс 15 күн. Жобада тау-кен қазбаларын орналастырылатын учаскелерде топырақтың құнарлы қабатын тазарту мен алу қарастырылған. Топырақ өсімдік қабатын алу жұмыстары бульдозерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Су қорғау аймақтары шегінде жұмыстар жүргізу жобаланбайды. Объектілер елді мекендерден қашық жерде орналастырылады. Жобада жалпы тау массасының көлемі 948 метр текше болатын 17 канава қазу және сол канаваларды қазу кезінде 94,8 метр текше көлемінде топырақ қабатын алу қарастырылған. Бұрғылау жұмыстарын Урал 4320 автокөлігі базасындағы Атлас Копка бұрғылау қондырғысымен жүргізу жоспарлануда. Орташа тереңдігі 60-70 метр болатын көлбеу бағыттағы 42 ұңғыманы колонкалық бұрғылау қарастырылған. Бұрғылаудың жалпы көлемі шамамен 5430 вагон метр құрайды. Бұрғылау алаңдарын орналастыру үшін жалпы көлемі 42 метр текше топырақ өсімдік қабатын алынып, кейін аумақ қалпына келтіріледі. Осылайша 2026-2030 жылдар аралығында алынатын тау массасының жалпы көлемі 948 метр текше, ал алынатын топырақ өсімдік қабат көлемі 146,4 метр текшені құрайды. Бұрғылау аяқталғаннан кейін жобада су өткізгіш қабаттарды және болашақта игеруге жататын пайдалы қазбалар аралықтарын ұңғыма оқпаны мен жарықтар арқылы судың түсуін қорғау мақсатында ұңғымаларды жою тампонажы жүргізу қарастырылған.
Ұңғымалар елді мекендерден қашық орналастырылады, ал бұрғылау мен тау-кен қазу жұмыстарын су қорғау аймақтарында жүргізілмейді. Геологиялық құжаттау аяқталғаннан кейін ұңғыма оқпандары экологиялық қауіпсіз саз ерітіндісімен тампажданады, ал канавалар сынамалар алу және химиялық талдамалық зерттеулер жүргізілгеннен кейін рекультивацияланады. Қажетті жабдықтардың тізімі екінші презентацияда көрсетілген. Бізге қажетті жабдықтар бульдозер, топливозаправщик, адамдарды тазу үшін УАЗ-452 маркалы көлік, дизельная установка, су құйғыш машина, КАМАЗ 60-115 маркалы экскаваторлар және бұрғылау қондырғысы. Мына жерде оңтүстік Алтай алаңының санитарлық далалық лагерінің схемасын жоспары көрсетілген. Атмосфералық ауаға әсері қарастырылып отырған аумақта жалпы 5 ұйымдастырылмаған және 1 ұйымдастырылған ластаушы күш жұмыс жасайтын болады. Талдау көрсеткенде атмосфералық ауаға 10 ластаушы зат шығарылатын болады. Олардың құрамы азот диоксиді, азот оксиді, көміртек, күкірт диоксиді, күкіртсутек, көміртек оксиді, бензопирен, формалдегид, қаныққан көмірсутектер және кремний диоксиді бойынша қамтитын биорганикалық шаң. Жалпы шығындылардың көлемі 2026-2030 жылдары 0,8 тонна жылына құрайды. Санитарлық қорғау аймағы кәсіпорынның қызметінің бұл түрі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 26-447 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидаларына сәйкес сыныпталмаған болып табылады. Пайдалы қазбаларды барлауды жүргізу кезінде жүргізілетін жұмыстар уақытша болып табылатындығынан, сондай-ақ жұмыс алаңы қоныстану аймақтарының едәуір алшақ екенін ескере отырып, санитарлық қорғау аймағын белгілі талап етілмейді. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес нысан 2-ші санатқа жатады. Ол үшін санитарлық қорғау аймағының ең төменгі мөлшері 500 метрді құрайды. Санитарлық қорғау аймағын қалыптастыру атмосферада ластаушы заттардың тарауын есептеу негізінде лицензияланған эра 3.0 бағдарламалық кешенін пайдалану арқылы автоматты түрде жүргізіледі. Осыған сәйкес жобаланатын геологиялық барлау жұмыстары адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ететін объекті болып табылмайды. Себебі санитарлық қорғау аймағының шекарасында ластану деңгейінің қосылатын үлес шекті рұқсат етілген концентрациясының 0,1 үлесінен аспайды. Барлау жұмыстары қысқа мерзімді сипатқа ие. Далалық жұмыстарды жүргізу 2026-2030 жылдар кезеңінде жоспарланған. Сумен жабдықтау және су бұру. Ауыз сумен жабдықтау мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт негізінде бөтелкедегі суды жеткізу арқылы жүзеге асырылады. Техникалық сумен жабдықтау көлемі 7800 метр текше тасымалданатын су есебінен қамтамасыз етіледі. Ауыз су шығыны егер 22 адам жұмыс жасайтын болса, тәулігіне 19,8 метр текше. Геологиялық барлау жұмыстары кезінде жер үсті су айдындарында сарқынды суларды ағызу көзделмейді. Ағынды суларды мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкететін болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде жер үсті және жер асты су ресурстарына тікелей су объектісін ауыз су және шаруашылық қажеттіліктеріне қанағаттандыру үшін алып қою немесе алып қоймау пайдалану көзделмейді. Ағынды суларды жер үсті су айдындарына ағызу көзделмейді. Ұлттық геологиялық қызметтің берген хабарламасы бойынша біздің учаскесінде жер асты сулары жоқ. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Жұмыс жүргізу кезінде қалдықтардың екі түрі түзеледі. Ол тұрмыстық қатты қалдықтар 1,650 тонна жылына және металл сынықтары 0,607 тонна жылына. Қалдықтардың пайда болуының жиынтық көлемі жылына 2,257 тонна жылына құрайды. Қалдықтарды жинақтау Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы жабдықталған контейнерларда көзделген. Экологиялық кодекстің 326 бабының 2 тармағының 1 тармақ пункттарына сәйкес қалдықтарды түзелу орнында уақытша сақтау 6 ай мерзімінен аспайды.
Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Өндірістік экологиялық бақылаудың негізгі міндеттері ол атмосфералық ауаның ластану негізгі көздеріне атмосфералық ауа сапасын бақылауды ұйымдастыру, өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің әсерін бақылауды ұйымдастыру, кәсіпорын аумағындағы топырақ жамылғысының жай-күйіне, сондай-ақ өндірістік тұтыну қалдықтарын бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік экологиялық бақылауды жүргізудің күтілетін нәтижелер ол қоршаған орта компоненттерінің жай-күйі туралы натуралдық бақылаулар негізінде сенімді ақпарат алу, жүргізіліп отырған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау, шаруашылық қызметтің ұзақ мерзімді салдарын және қолайсыз жағдайларын болжау, қажет болған жағдайда әсерлерді азайтуға немесе жоюға бағытталған тиімді іс-шараларды әзірлеу. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша біздің физикалық әсеріміз 85 децибелдан аспайды және жабдықтар шу сипаттамалары олардың төлқұжаттарына сай көрсетілген, топыраққа әсері де қатты емес болып табылады. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер кездеспейді. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Ол экологиялық кодекстің 125 бабының талаптарына сәйкес, екінші санаттағы объекті үшін қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу туралы өтінішке қосымша ретінде әзірленеді. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар тізбесіне мынандай тармақтар енгізілген. Ол ең бірінші шаңды басу. Шаң басу жұмыстарын жүргізу, санитарлық және жылжымалы көздерден шығатын ластаушы заттардың шығарындыларын болдырмау және азайту жөніндегі іс-шараларды орындау, геологиялық барлау жұмыстары учаскесінің аумағында өндірістік қалдықтарды ұзақ мерзімді сақтауды болдырмай, іргелес аумақта тұрақты түрде тазалау, қалдықтарды шығару, қайта өңдеу немесе кәдеге жарату бойынша мамандандырылған кәсіпорындармен шарттар жасау. Әкімшілік аумақтық бірліктер аумақтарын көгалдандыру, жасыл желектер алаңдарын ұлғайту, кәсіпорындар аумақтарында қолайсыз экологиялық факторларға ұшыраған жерлерде отырғызу жұмыстарын жүргізу. Қорытындылай келе, халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді, өйткені жүргізілетін есептеулер негізінде объектінің санитарлық қорғау аймақ шекарасында және одан тыс жерлерде атмосферадағы ластаушы заттардың шекті концентрацияларын асып кетуі рұқсат етілген нормалардан аспайды. Жоспарланған жұмыстарды жүргізу жақын маңдағы қоныстану аймағы Қайнарлы ауылынан 9 км қашықтықта орналасқан тұрғындардың әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымына жағымсыз жүктеме туғызбайды және геожүйені бұзатын қайтымсыз процестерді тудырмайды. Баяндама аяқталды. Баяндамаңыз үшін рахмет. Енді талқылауға көшейік. Еске саламыз, сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп өзіңізді таныстыруыңыз керек. Сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін 5 минутқа дейін. Сұрақтар, ескертулер, ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болу керек. Сұрақтар, жауаптар 5 минутқа дейін, бастапқы сөйлеуші 5 минутқа дейін. Сұрақтарыңыз болса. Осы ауылдың тұрғаны есен келсе, мен түсінгенім сіздер георазведке, бұл жерде подрядчик елдер представительдер бар ма екен? Подрядчиктер? Представитель бар ма? Біз заказчикпіз ғой. Енді ауылымызды көріп отырсыздар, үлкен ауыл емес, сіздерден көп нәрсе приоритет тұр. Сіздерге бір спонсор ретінде кішкене ауылға деген кішкене көмектер болса ғой деп берейін. Бізге де көп керек жоқ, алдын сұрап жатқан жоқ, сіздер келген жолыңызды техникаларыңыз бар, жөндеп берсеңіздер, қолдарыңыз. Соның мектебімізге жаңа Якын Мырза да айтып кетті, мектебімізге енді сондай спонсор ретінде тетрадь метод осы сентябрьге дейін бір кішкене көмектерім болса екен деп ойлаймын. Енді адам болғасын бір-бірімізге көмектеспесе екен. Аталмаған жерде түк қалады ғой. Соның сіздерді бір көмектеріңізді көрсетіп, сіздерді арттарыңызда жақсылық, осындай кісілер келіп, осындай жақсылық істеп, ауылымызға деген көмек болып еді деп айтып отыратындай ауылдың халқына сондай бір кішкене обращением бар еді. Соған қалай қарайсыздар? Бұның жаңа айтып жатқан нелеріңіз жақсы, соның артын бәрін тазалап кетсеңіздер сол жақсы ғой. Мен айтқаным рахмет. Ayos mu suyum ya? Yerine koşayım.
Өзün бересің. Айта берейін. Бұл енді расында да қағаздағы дүниенің бәрі жақсы. Бұл енді қағаздағы дүниені істейтін адамдар, соны істейтін келген адамдардың бәрі сол жаңағыдай мына Серік бауырым айтқандай. Бұл енді басқа бізге ештеңеден кетіп отырған жоқ. Бұл өкіметтің байлығы, жер асты байлығы өкіметке қарайтын дүние. Не істеймін десе де, бірақ халықтың мынаны согласиясын сұрап отырғанына ел бар екен, жер бар екен деп оның қарап отырғанның өзіне рахмет. Ал енді жаңағыдай немене қарап отырғанда аға ашынғаннан шығады ащы даусың деп жаңа біраз әңгімені айтып едік, бірақ бөліншіктердің қанша несі бар. Бірақ атаулаған жерде тік қалады деп отырмыз ғой осындай енді алтынды қазып бұлт етіп жүргендер кішкене жолымызға болсын, бір кішкене ауылға осы жерде ауыл бар еді деп көмектесіп кеткен болса, бұл енді бір ізгілікте із қалады деген дүние ғой. Ал енді айналайын саған айтарым көп рахмет, түсініп түскенмен бәрін жеткіздің, баяндамаңа рахмет. Мен ойлап отырмын, сен енді хабар агенттігінен бе, басқа бір немеден көрсек дұрыс бола ма деп отырмын. Бірақ өз сұрағыңды жақсы түсіндірдің, рахмет. Енді бірдеңе айтып кетті. Мына көк сұрайылды деймін. Қуанышпен, заңгер қуанышпен. Мынау былай болып тұр ғой, техникаларыңыз осы ауылмен өте ме? Осы жермен өте ме техникаларыңыз? Трактор, Енді солай болады шығар. Егер осы жермен өтсін, ол жерде үйіліп жатқан бір дүние тұр ғой, соны тегістеп жоқ бұл жерде ақыл өтіп бара жатады ғой. Қай жерде? Қатты шыққанда көрсетеміз. Үйіліп жатыр ғой. Ол вообще не вопрос. Алла жасада жұмыс Ақыр орта өтіп жатса деген ма? Біз негізі 21-ші жыл осында келгенде біз талай кішкене айтуға байланысты қарағанда балықтарын көріп, сарайларын тазалап, мен өзім шын айтса өзім бастық болсам да, директор болсам да өзім погрузчик болып отырып, енді халықтың шаруашылығына кішкене етіп шығысып, енді үлкен адамдар, әр адамдар бар, көбісінің ыңғайы келмейді, күші келмейді, сол енді өзіміз ақылдасып айтып қойшы, мына кісілерге көмектесейін, не болса да шамамыздың кішкене етейік, ертең жаманат қалмайды деп солай нетіп, біз жыл бергенде солай істегенбіз, еңбектеп. Енді шамамыз келгенше істедік. Біз ондай керемет бай емеспіз, анау қаршаға сияқты. Бағдарламаға қарағанда 4 жыл бар екен, 4 жыл сіздерден болады. Баяндамаңыз, оған өзіміз Хабарласаңыздар. 4 жыл бар екен, 2030-ға дейін келін бе? 5 жыл бар. 5 жыл бар. Қуаныштың айтып отырғанын соны алып жасап отыр. Андай қағазбен каучук сияқты нәрселер қойып. Жобалаушы кәсіпорынның қоғамдық сұрақтары мен жауаптары тыңдады деп ойлаймын. Енді Zoom платформасы арқылы тыңдауға қосылған қатысушылардың сұрақтары болса, сұрақтарды қойып өтуіңізге болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Ешқандай сұрақ жоқ, енді осы әуелі қол қойғанда түгел кетіп қалып жүрмей көріп қой деп ойлаймын. Сонымен барлық сұрақтар қойылды, оларға жауаптар алынды. Енді қоғамдық тыңдаулардың қорытындыларын шығару кезінде көшеміз. Біздің қарастыруымызға және талқылауымызға ұсынылған оңтүстік Алтай алаңы бойынша барлау жоспары жобасы аясында қоршаған ортаға әсер ету экологиялық рұқсат алу, рұқсат етілген шығындар, нормативі, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғатты қорғау шараларының жоспары, қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттары мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы оларды түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жарияланды. Барлық қатысушыларға рахмет келгенде. Бая күндемей қалды білмеймін.